Ең үздік адвайзер 2021 үлкен ұлы жоба болды десем қателеспеймін. Өйткені бұл жобаға біз жай келген жоқпыз, үлкен дайындықпен келдік. Бұл жобаның ерекшелігі, бұл жерде үлкен жүйе бар екен. Үлкен бір дайындықты талап еткен. Бұл жерде бармақ басты көз қысты дегенді тіпті байқаудың өзі әбестік. Шынымен де әділдікті осы жерден көруге болады. Өйткені барлығы онлайн түрде, барлығының көз алдында болды деуге болады. 886 куратор-адвайзердің ішінде екінші орын алу мен үшін де бақыт болып отыр. Бұл да үлкен бақыт сәттерінің бірінде тұрмын қазір. Сонымен бірге қазақ филологиясы 103 тобы ең үздік топ болып атанып отыр. Сондықтан менде бүгін екі қос қуаныш болып отыр. Түрлі ғылым саласын қамтыған, түрлі бағытты қамтыған керемет бұл жоба болды. Өйткені біздің ойымыздың өзінде үлкен төңкеріс болды дейік. Күндіз түн еткен еңбегіміздің бүгін ақталғанының куәсі болып отырмыз. Сондықтан бұл жобаға тек қана сәттілік тілейміз. Қайырлы күн, құрметті Қазақ ұлттық университетінің студенттері, оқытушы құрам. Біз бүгін ең үздік адвайзер 2021 жобасының финалын аяқтап отырмыз. Сол финалда қаншама адвайзерлердің арасында алтылыққа кіріп, осындай өзімдің химия және химиялық технология факультетінің атынан шыққаныма өте қуаныштымын. Шамамен 2 айға созылды. Мен механика математика факультетінің атынан шыққан болатынмын. Өте тартысты бұл сайысты барлығы өзінің мықтылығын көрсетті деп ойлаймын. Өйткені бұл тартысты сайыс әр жыл сайын қажет. Өзіміздің жан-жақты интеллектуалды дамуымызды, студенттермен жұмыс жасауымызды және Қазақстанда алдыңғы қатарға баратынымызды көрсеткіміз келді. Бұл өзінің қолымыздан келді. Барлықтарыңызға рахмет, басшылыққа өз алғысымды білдіремін. Университетіміздің шеңберінде өткізілген ең үздік адвайзер жобасына қатысып, белсенділік танытқаны үшін алғыс хат алып отырмын. Осы биылғы жылғы пандемияға қарамастан университетіміздің деңгейінде өткізіліп жатқан іс-шаралар көптеп табылады. Соның бірі ең үздік адвайзер жобасы. Я бы хотел выразить особую благодарность всем людям, организаторам, студентам и преподавателям нашего факультета, особенно кафедры фундаментальной медицины. И, конечно, хочу сказать, конечно, это будет на английском. I would like to express my deepest gratitude to my all students from Pakistan, students from Kenya, from all over the world. So I would kindly work with them in the further steps of my teaching. So I hope we will work, we will win, and we will create everything what we want in the future. Have a nice. Үздік адвайзер 2021 өте керемет деңгейде өтті. Ұйымдастырушыларға үлкен алғысым шексіз. Өйткені керемет жүйелі және де бір ғана тақырыптан емес, адвайзерлердің жан-жақтылығында тексерген жайы бар. Осындай жарыстар өте көп болсын. Өйткені көбіне байқаймын, адвайзерлердің еңбегі бағаланбай, еленбей жатады. Ал енді бұл жарыс сол бір олқылықтың орнын толтырды деген ойдамын.